Сәлеметсіздер ме? Мен сіздермен бүгін кез келген оқушының оқу үлгерімін жақсартатын құпиямен бөліскім келеді. Ол креативті жазылым. Креативті жазылымды үйренген оқушы бірден оқуға қызығып, жазу дағдыларын үйреніп, және басқа да тілдік дағдыларды тез меңгеретін болады. Креативтілік дегеніміз не? Креатив деген сөз ағылшын тілінен аударған кезде шығармашылық дегенді білдіреді. Жаңа идеяларды құруға бағытталған, қабылданған қалыпты дәстүрлі ойлардан бас тартып, ерекше ойларға бейімделген тұлғаның шығармашылық қабілеті. Адамның шығармашылық сыни ойлау арқылы стандартты емес шешімдер қабылдауы, адамның өз жағдайларын және орын алған мәселелерді түрлі қырларынан көре білуін біз креативтілік деп айтамыз. Қалыптасқан үйреншікті стереотиптерден босап, шығармашылыққа бой алдыру десек те болады. Креативті ойлауда озық идеяларға жол ашылып, басқа адамдардың бастамаларын қолдап, дамытуға жол ашылады. Қиындықтарды жеңу ол үшін қызықты бас қатырғышқа айналады. Сонымен қатар креативті ойлау жаңа қадамдардан бастау арқылы мәселелерді өзгеше жаңа қырынан көруге және шешуге негізделеді. Оқушының жазылым дағдыларын дамыту маңызды үдерістердің бірі. Бүгінгі таңда оқушылардың жазылым дағдыларын дамыту мұғалімдер үшін аса маңызды мәселелердің бірі болып отыр. Жазылым дағдылары қарым-қатынас жасаудың маңызды бөлігі болып табылады. Дұрыс жазылым дағдылары қалыптасқан болса, ол адамға жіберілетін хабарламаны жеңіл әрі түсінікті етеді. Мәселен, кез келген адамға есеп, жоспар, стратегия жазу, немесе кез келген рөлде пресс-релиз жазу, сонымен қатар оқуға не жұмысқа тұру үшін түйіндеме толтыру ұсынылады. Сол кезде дұрыс жазылым дағдылары қалыптасқаны аса маңызды болып табылады. Сонымен жазылым дағдыларын жақсарту мақсатында біз мынандай тапсырмалар мен жаттығуларды ұсынамыз. Бұл жердегі ең маңызды мәселе әр тапсырманы немесе жаттығуды ұсынбас бұрын мұғалім алдында отырған оқушының ерекшеліктерін, қызығушылықтарын ескеруі тиіс. Креативті жазылымның біз бірнеше түрлерін ұсынамыз. Олар эссе, кейіпкерге хат, бейнеролик, яғни дыбыссыз көрсетіп, оған сценарийді оқушылардың өздеріне жазғызу, рефлексия, білгім келеді, білдім және білемін, сөйлемді аяқта, сәйкестендір, жүгіртпе парақ, пән диктанты, хронологиялық диктант, суретке комментарий жазу. Хронологиялық диктанттың көптеген түрлері тарих сабақтарында, басқа да сабақтарда қолданылады. Суретке ақпарат жазу, кескін суреттермен жұмыс және фишбон стратегия сияқты түрлері бар екен. Мәселен, креативті матрица. Бұл жерде берілген кесте бойынша оқушылар кестедегі сұрап тұрған тақырыптарды толтырады. Сол сияқты фанфик жазу. Оның да арнайы түсіндірмесі болады және оқушы оны да қызыға жазады. Осы сияқты өте күрделі түрлері де бар. Олар өлең жазу, әннің мәтінін жазу және эссенің басқа да күрделі түрлерін жазу. Сол сияқты қарапайым түрлері хат, журнал, күнделік жазу, әңгіме жазу және поэзия, мемуар, виньетка сияқты біз күнделікті өмірде қолдана бермейтін түрлерінде айтқымыз келеді. Ендеше мұғалімнің неғұрлым ізденісі жақсы болса, оның оқушылары жазу тапсырмаларын жақсы орындайтын болады. Мұғалім алдымен оқушының тақырып бойынша не білетінін анықтап алған дұрыс. Себебі әрі қарай жұмысты қаншалықты жалғастыра беретіндігін және жалғастыру үшін оқушыға нені ұсына алатындығын шешіп алады. Мәселен, мұғалім оқушыға белгілі бір тақырып бойынша эссе жазуды ұсынды делік. Ол бұл оқушы эссе туралы не біледі? Қалай жазу керектігін, қандай маңызды мәселелерді көтеру қажет екендігін, қаншалықты түсініп отырғанын білді ме? Бұл маңызды. Себебі мұғалім оқушыны бағалайды. Оқушының жұмысын жақсартуына байланысты ғана жұмысты жалғастыруы керек. Мұғалім 10 оқушының эссе жұмысын жинап алды делік. Олардың жартысынан көбі эссені шығарма сияқты етіп жазып берді. Бұған кім кінәлі? Эссені қалай жазу керектігін білмейтін оқушы ма, әлде нақты нұсқаулар бермеген мұғалім бе? Міне осы сұрақтар мұғалімді мазалаған кезде ол өзінің оқушыларын зерттей бастайтын болады. Ең маңыздысы алдындағы оқушылардың қабілет дарынын бейімділігін ескеру. Тыңдағандарыңызға рахмет. Бізбен болғандарыңыз үшін ризамыз. Егер де осы креативті жазылым қызық болса, біздің каналымызға жазылып кетіңіз.